Assalamu алейкум, құрметті жақсылар. Барлығымыз періштенің қарғысынан сақтанып жүрейік. Алланың періштелері қарғайтын бір амал бар екен. Ол амал мұсылман басқа бір мұсылманның үстінен басымдық, күштілігін көрсетпеу. Яғни біздің ислам діні бейбітшілік, ынтымақ, Алланың мейірім діні. Ислам келгенге дейінде надандық, жахилият, өте бір адамгершіліктің жоқ болып кеткен кезі болған еді. Ислам келуіменен тепе-теңдікке жеткізді. Әйелдерге қамқорлық жасауға, қолдық дәуірден көтеріліп адамдарды құрметтеуге, сондай бір жағдайларға жеткізді. Көңіл, пейіл деген нәрселер ислам келуімен өзгерді. Жақсылар, қазір ислам дініндеміз деп, бірақ мұсылманмын деп жүріп, мұсылмандық кітапты оқымайтын, мұсылманмын деп жүріп, кәпірдің киносын көріп жүргендер бар. Жастарымыз атыс шабыс киноларға аямай қайта көріп жүргендер бар. Қарияларымызға дейін, үлкендерімізге дейін сондай бір шетелдің сондай ұрыс керіс киноларын көріп жатыр. Бұл не көрсең соны істейсің. Білімділердің өзі шетелдің мотивация беретін сондай бір кітаптарын оқиды. Сонымен, яғни дін исламнан алыстап бара жатыр. Дін исламнан алыстадың болды, иманың әлсірейді. Иман әлсіресе жүрек қатаяды. Жүрегің қатайса, бір-бірімізге деген мейірімділік болмай кетеді екен. Пейіл өзгеріп кетеді екен. Пейілі жаман деп айтады ғой, пейіл өзгереді екен. Пейілі өзгергеннен кейін адамдардың көңіліне қарамайтын халге жетеді екен. Жақсылар, адамдардың көңіліне қарау керек. Бір адамның көңілін қалдырсаң, бір тауды құлатқанмен бірдей, бір тауды бір елдің үстіне құлатқанмен бірдей, Кағбаны құлатқанмен бірдей деп айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: қайсы бір мұсылман екінші бір мұсылманға төбесінен, яғни басынан шығарып пышақ көтеретін болса, сол көтерген пышағын қайтадан қайтарып қолынан түсірмегенше, ол адамды періштелер қарғайды деп айтты. Періштенің қарғысы ешкімге басымдық жасамау керек.